біз осы жаңа ғана Ақтау қаласына келіп жатырмыз. 11-15 мамыр аралығында Ақтау қаласында спорттық самбодан және жауынгерлік самбодан жастар, жасөспірімдер арасында Азия чемпионаты өткен болатын. 25 елден 400-ге жуық спортшы қатысты. Осы Азия чемпионатында Қызылорда облысының құрама командасы ұлдар, қыздар жалпы есепте 7 алтын, 5 күміс, 5 қола медаль еншілеп келді. Үлкен олжамен. Азия чемпионаты өте жоғары деңгейде өтті. Бұл Азия чемпионаты болғасын, құрлықтық дода болғасын, барлық ел өз салмақтарындағы іріктелген мықты палуандарды алып келеді. Сол себептен барлық белдесу шиеленісті өтті. Қызылордадан жалпы 20 спортшы барды. Соны 17-сі орынмен оралды, жүлделі орын. Мен Тумырзаев Нұржан, Қызылорда облысының спортшысы боламын. Кешегі өткен Ақтау қаласында Азия чемпионатының 53 келі салмақ дәрежесінде 2 дүркін Азия чемпионы атандым. Бірінші кездесуім қазақ бауырыммен болды, оны 2-0 есебімен жеңіске жеттім. Екінші белдесуім ақтық сынға жолдама үшін моңғол палуанмен болды. Моңғол палуанын 3-0 есебімен жеңіске жеттім. Және де ақтық сында Өзбекстан палуанмен болды. Өзбекстан палуаны мықтылау болды. Финалдық нелер жақсы болды. Күші де көп те болды. Алаң қалауымен финалдық есепте 2-0 шөтімен жеңіске жеттіп, Азия чемпионатының 2 дүркін жеңімпазы атандым.